ерекшеленгенді жақсы көреміз. Солай емес пе? Сол үшін киімімізбен үйлестіріп, әшекей бұйымдарды тағып жатамыз. Сөмке ұстаймыз, ал біздің қонақ көптің ішінен көзге түскіңіз келсе, сәнді бас киім киіңіз дейді. Және оның жасалу жолдарында көрсетемін деп келіп отыр екен. Шақырайық, ортамызда таныстырайық. Гүлжан Рахман. Қайырлы күн, Гүлжан ханым. Я, қош келдіңіз. Қош келдік. Жаңа 2017 жыл құтты болсын делік. Рахмет сізге. Көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша. Сіздің жаңағы мына алқаңыз шын ба деп қалсам, яғни көйлекке тігілген алқа, я? Өзіңіз жасадыңыз ба әлде арнайы тапсырыстар беріп? Арнайы тапсырыс беріп, осындай тігін машиналар бар бүгінде. Компьютерден салған, суретін басып шығаратын. Бояуы ешқандай жұқпайды, жуылған кезде кетпейді. Өзім де қызығып жүрмін, соны ойланып жүрмін, алайын ба, алмайын ба деп қалай ойлайсыз? Сіз міндетті түрде алыңыз. Әр қазақтың қызы осындай өзіміздің ұлттық нақыштағы ою тігілген киіммен, бас киімдермен жүрсе, одан да әдемі, одан да әсем болып көрінеді. Қазақ екен алыстан білмейді дейсіз ғой. Ай, тамаша. Есін шығару керек қой. Қандай керемет, яғни оны машинкамен жақсап тұрып тіккен, я? Боямаған. Түрлі-түрлілер болады. Енді біз бүгін бас киім, я? Біз осы көрермендерді енді дем алып отырған, жаңағыдай жаңа жылда жаңа бір тақырыптармен танысам деп отырған біздің ұлттық арнаның көрермендерін немен қуантасыз? Біз бүгін бас киімнің негізгі түрлері бар. Қазір әсіресе сәнге еніп жатыр. Соңғы кездері жаңа палантин дейді, тюрбан дейді, чалма, көп енді түрлері бар. Соның біз бүгін чалма деуге де келеді, бірақ енді өзімізше қазақшалап орамал дейкен. Шалма. Шалма орамал. Соның жаңа қарапайым, әрі тез, кез келген өзіңіз тіккен киімнен қалған матамен сол киімге сәйкестендіріп тігіп алатындай үлгісін көрсетейік. Жақсы, бастайық. Алдымен мен дайын қағаздан қиып алып келдім, енді мұнда кішкене ыңғайлы болсын деп. Мұнда несін айтайын, түсінікті болу үшін көрерменге. Мұнда 66 сантиметр қылып алдым, мұна жағын тігісімен бірге есептелгенде, мұна жағын 9 сантиметр қылып алдым, ал мұна жағын 14 сантиметр қылып алдым. Бұлай. Осылай қып қағазға немесе матаның бетіне бірінші қиып алсаңыз болады. Бұл біздің тігетін чалма орамалымыздың алдыңғы бөлігі бұлай. Қазір тігіп болған кезде түсінікті болады. Ал мына үстіңгі басты бұлай төбе жағымызды жабатын бөлігі. Ол 29 сантиметр қып алды мен, бірақ ол 25 пен 30-дың арасында жүреді. Әр бас енді әр түрлі ғой бізде. Бір үлкендеу, кішілеу деген сияқты. Солай өзінен ыңғайлы қып алса болады. Ал мына жағын 17 сантиметр қып алдым. Осылай қиып алады. Осы бөлігі негізгі, осы екі бөліктен тұрады өзі. Екі тігістен тұрады. Енді оны біз матаны жаңағыдай бастырамыз. Матаға бастырып, дәл осылай мынадан екеу қиып аламыз. Қиып аламыз. Бізде қиынды мата бар ғой? Қиынды мата дайындап келгенмін арнайы. Тікелей эфир болғаннан кейін тез жұмысты аяқтау үшін. Өйткені бұның еш қиындығы жоқ. Мынау біздің төбе жағымыз. Сіздің матаңыз менің үстіндегі көйлектің түсімен бірдей екен. Иә, сәйкес келеді екен. Мынау үстіңгі бөлігі екі қабат қып, бір-бірімен беттестіріп тігіп қойдым. Сіздер де солай етесіздер. Сосын мынау алдыңғы бөлігі. Мына алдыңғы бөлігін ескеретін жағдай, мынау матаның оң беті болып есептеледі ғой. Мынау теріс беті, иә. Сол оң бетті былай бір-біріне қаратамыз. Бұл ескерілу керек. Осылай тұрады бұл. Содан кейін бұл екі жағы. Мысалға қазір енді жаңағы орамалды өзім көп орамалда жүретін болғандықтан үнемі менен көп деген адамдар сұрайды. Сіз орамалды қалай әдемі тағып аласыз, бізге үйретіңізші, қазір тағып көрсетіп жіберіңізші деп. Негізінен бұл палантинді алып таққаннан гөрі осылай тігіп алып таққан негізі өте жақсы. Әдемі көрінеді, иә? Әдемі көрінеді, әрі матаға да кішкене үнем болады. Мына етек жағын, бұл құлақ жағы деп айтамыз, құлақша. Бұл құлақшаны тіккен кезде, мысалға мынау қысқа болса да болады, оны былай байлап қойғанда, кәдімгі біздің келіншектердің орамалдар сияқты қоюға болады. Болмаса ұзын әртүрлі жағдайда. Бұл енді мен басынбағыдай бүйтіп оралатын түрі. Қалың жаңағы не беріп бізге көлем береді басымызға.
сол енді тігінді бастаймыз. Жақсы, бастаңыз. Негізі осы тюрбан мен, бастай беріңіз, тюрбан мен шалманы ұзындығына қарап ажыратады. Әдетте шалма 7-8 метр, яғни 2 немесе 3 орам жасалынады. Өзіңіз айтып өткенде, ал тюрбандар барынша ол Қысқа. Қысқа. Қалпақ сияқты. Әр кезде әрғалай қалпақ сияқты қысқа келіп жатады. Енді осы мәселен ең кішкентай тюрбан шамамен ол бір өзіңіз айтты 2-3 орамнан, не болмаса 1 орамнан келіп жатады. Ал ірі тюрбандарға тіпті бір айтатын болсақ, осы кішкентай ғана матаның өзі де қажет, ал жаңағы шалмаларға ұзындау, үлкендеу біз матаны қолданамыз. Ал енді бағана көріп отырғандай, өздеріңіз байқап отырғандай, шалманы сіз тіксеңіздер. Мынау құлақша, 2 құлақшаның 2 жағынан жай ғана бір тігіспен жүріп өтеміз. Ірі тігістермен жүрсек болады. Сосын оны былай жиырамыз. Былай айтқанда былай жиырамыз 2 жағынан. Сол кезде мынаның көлеміне, міне, мынаған сәйкестендіріп жиырамыз. Мынаны жиырған кезде, мынаумен болады да, мынау былай қабатталғанда былай әдемі көрінеді. Қазір таққан кезде жақсы болады. 2 жағын жиырып аламыз. Тюрбанды қысқа деп атырсыз, сіздің сөзіңізге мен ағада лестіріп айтып кетіп жатырмын. Бірақ кейбір ұзын тюрбандар да болады. Гүлжан, ұзын үлкен тюрбандарды айналдырып, шығыстың ханшайымдары сөйтіп таққандыдан атады. Сырғаны әдемі қылып, ұзын былай төбесін шошайтып, жаңағыдай ондай тюрбан тағатын көбінесе жаңағы түркі елдерінде, араб мемлекетінде сондай қыз-келіншектерді көп көрем. Қазіргі кезде енді біздің елімізде осы тюрбанды, шалмаларды жаңағыдай әркім әрқалай қылып кет, бірақ дұрыс айтасыз, тюрбанды бас киім қылып қана жинақы қылып тігіп алады. Сіз тігуді бастаңыз? Бастаймыз. Қазір 2 жағын келтіріп, жаңағы көрерменге түсінікті болу үшін. Шалманың қазір осыны бір кәсіп көзіне айналдырдыңыз ба, Гүлжан ханым? Әлде өзіңіздің жай үйде отырып? Үйде отырып, осы негізі қазақ әйелдері енді айтады ғой, енді өз үйінде ойы оймаған, кісі үйінде сызу сызады деп. Ондай қолынан іс келмейтін әйелдерге қазақ көпсін айтқан. Сондықтан біз көбінесе жаңа әмбебап болуға тырысамыз ғой, қарап отырмай. Бұл кез келген менің қолымнан келмейді деген емес. Өзім мамандығым журналист, сіздің әріптесіңіз болған. Бірақ үйде отырып, осындай іс тігуді, тігін тігуді, әсіресе орамалды үйреніп алғаным үшін енді қатты қуаныштымын. Соны сіздерге бөлісейін деп. Білгеніңізді айтайын деп. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық сосын. Сіз бастай беріңіз. Алло, сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз, жаңа жылдарыңызбен. Мен Ақтау қаласынан хабарласып тұрған едім. Есімім Әсем болады. Мен қонаққа деген бір сұрағым бар еді. Қандай сұрағыңыз? Осы тюрбанды қандай матадан тіксе болады? Және де өзіміздің басымызға қалай өлшем аламыз? Рахмет. Бұл орамалдарды негізі барлық матадан болады. Барлық матадан қыста мысалға жылы қылып, енді бұл жаңағы өзі мынандай істігіп тігін үйреніп жатқан адам өзі ары қарай жаңағы бір нәрсемен қатып қалмай зерттей бастайды ғой. Сол кезде жаңағыдай мынаның төбесіне басқа нәрсе қатты мынау дублерин болады, флезелин деген заттар болады ғой. Сол сияқты қыста жылығып, бұл мен тігіп жатқан орамалдың түрін шапқа сияқты қылып та тігуге болады. Қалыңдатып, сырт киімге сәйкестендіріп. Құлағын жауып дейсіз ғой? Құлағын жауып солай. Жақсы жабылып тұрады, қазір өзі көрінеді. Сондықтан да бұл барлық матадан болады, атластан да болады, жазда жібек матадан болады, қыста жаңағыдай шерсть маталардан болады, барлығынан болады. Ал өлшемді енді жаңа мен айттым ғой, негізінен 25 пен 30 сантиметрдің арасында жүреді. Негізгі бастың өлшемі былай тұта салынады ғой. Сондықтан өзінің басы 25 болса, 1 сантиметр тігіспен 26 деп алады. 26 болса, 1 сантиметр тігіспен 27 деп алады. Солай ала береді. Міне ол бастың өлшемі? Қиылған болатын? Негізінен біраз бастарға келеді енді, бірақ кейбір жағдайда алуға тура келсе, солай алады, алса болады. 29 сантиметр қылып алған екен сізде?
Ал енін 17 сантиметр қылып алдыңыз, е? Иә. Түсінікті. Бұл оңай, әрі жылдам. Қазіргі таңда енді ол бұлардың өзі арзан тұрмайды. Бұлай тігіп, кәсіпке айналдырған сондықтан да әйел заты үйден өзі тігіп алса болады. Артық етпейді, үйде маталар болады. Негізі тюрбан үшін 90 сантиметрлі мата дәл келеді. Матаны орап, екі шетінен алыңыз да желке тұсыңызға қойыңыз. Екі шетін алға қарай тартып, ұзындығы бойынша тегістеңіз. Маңдай тұсында айқастырып, тартыңыз да екі шетін артқа, желкеге қарай тартып жіберіңіз. Ал желке тұсында түйіншегі жасап, бос шетін мата бүрмесінің астына тығып қойыңыз. Бұл тюрбан байлаудың ең оп-оңай тәсілі. Тюрбанды да біздің қыздар әрқалай қылып тағат, бірақ біз өткенде бағдарламамызда осы модель қыздың, жаңағыдай дизайнер қыздың есіме түспей тұр, бірақ бірнеше түрін көрсеткен болатынбыз, естеріңізде болса. Егер оны тюрбан тағу, бүгінгі көрсетіп жатқан тақырыбымыз қуырдақ жасау, не болмаса шалманы пішу тігу жайында сұрақтарыңыз болып жатса, қызығушылықтарыңызды танытып жатсаңыздар, біздің YouTube-тан бірге таңдаймыз деп YouTube-тан ашсаңыздар, 15-15 минуттық осы тақырыбымызды шыға келеді. Оны сіз жақсылап тамашалай аласыздар. Не болмаса бүгінгі бағдарламамызды кешке қарай, ертеңдері www.kasterka.kz сайтынан мұрағаттан іздесеңіздер, толық нұсқасын көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Төбесінде тағы жиырамыз. Бұлай жиналған кезде, бұлай на жерінде несі болу керек. Сборка дейміз, жиналған жері, сол әдемі көрсетеді. Міне, тағы да бір тігісті жай ғана жүргізіп аламыз да, мынаның ортасында белгілеп қойдық, қақ ортасын, міне, сол жерге кішкене жинаймыз. Өйткені бас киіміз әдемі шығу үшін. Біз аяқталып қалдық па міне? Қазір кішкене қалдық. Аяқталған жұмысты көргім кеп тұр өзімде. Маған да қызық болып тұр. Бұрын соңды осы шалма бізде тақырыбы болмаған, қуырдақ та болмаған, барлығы бірінші рет. Осы жаңа жылда жаңа тақырыптар, жаңа басқа да қонақтар, өздеріңіз байқап отырғандай барлығы жаңаша. Осы дүние өзіме де қызық болып тұр. Қазір аяқталған жұмысты көргім де кеп тұр. Сіздер сияқты мен де асығып отырмын. Әрине әр біздің секундымыз минутқа дейін санаулы, ол бізге құнды бағалы. Сондықтан қазір жұмысты өздеріңізде көресіздер. Ішіне матаны не үшін салып жібердік? Қазір бұны біз кішкене қалдырамыз, айналдырамыз. Сол кезде сыртқа шыққанда бүтін бір бас киім болып шығады. Бұлай бетеміз. Мынаның ортасы, тура өзінің ортасына қадаймыз. Оған біздің мынау қыстырғыштарымыз көмекке келеді. Осы шалма тігуді де шеберлік сабаққа барып жүріп үйреніп алдыңыз ба? Әлде бұрын соңды білетін бедіңіз? Өзім бұрын енді әжеміздің қасында отырып үйренгенбіз, бірақ енді қазір интернет деген нәрсе бар ғой жаңағы. Солай өзі бірінен кейін бірі шыға береді, бірақ ұстаздарымыздан кеңес ала отырып, бұлай істесе қалай болады, бұлай істесе қалай болады деп сол кісілердің үйретуімен үйреніп алдық. Біздің шалмамыз дайын болды. Қазір мынаны басқа кигізіп, екі жағын қалағанымызша бір-біріне орап, жаңағы сіз айтқандай, 2 орауға, 3 орауға болады, құлақшаның ұзындығына байланысты. Көп рахмет сізге, Гүлжан ханым. Арна қосылып болсын. Бізде аздаған жарнама.